Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі Маңғыстау облыстық филиалы арқылы 2018 жылы 15 мыңнан астам отбасы пәтерлі болды. 2003 жылы құрылған банкте Нұрлы жер, бақытты отбасы атты мемлекеттік және банктың өз үйім бағдарламалары жүйелі жүргізіліп жатыр. Аталған бағдарламалардың тиімділігі неде? Бағдарламалардан бөлек банктен үй алудың басқа қандай жолдары бар? Толығырақ бүгін жаңалықтар топтамасынан кейін эксклюзив бағдарламасынан көре аласыздар. Жаңаөзен қаласына келіп тоқталатын болсақ, осы мамыр айының, осы 2019 жылдың мамыр айында бейбітшілік тұрғын үй кешені салынып жатыр. Сол тұрғын үй кешеніне байланысты біздер өтініштер қабылдайтын боламыз. Яғни бұл жерде банк салымшылары алғашқы жарна 20%-ын салып, төлем қабілеттіліктерін дәлелдеп, құрылыстың бітуін күтетін болады. Және құрылыс компаниясынан тиесілі пәтерді броньға қойып қояды. Бұл жерде атында үй бар, жоқ, болмаса басқа да ондай қиыншылықтар туындамайды, және кез келген адам қатысуға мүмкіндігі бар.